Біздің асыққан заманда ұялы телефон уақытымызды үнемдейтін таптырмас көмекші. Алайда оның зияны жоқ емес. Бір-бірімізбен хабар алмасып, қоңырау шалып, хабарлама жазамыз. Ұялы телефондарға суретке түсіп, интернет пен әлеуметтік желілерде отырамыз. Ойындар ойнап, фильм қарап, кітап оқимыз, оятар қойып, сүйікті әуендерімізді тыңдаймыз. Осыншама функционалды дүние қалайша зиян бола алады? Асықпаңыз. Біз сізге ұялы телефоныңызды қауіпті деп санауға 3 себеп айта аламыз. Канцерогенді болуы мүмкін. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы ұялы телефоннан шығатын, көзге көрінбейтін электромагнитті толқындарды осылайша сипаттады. Ғалымдар қауіпті аурулар мен телефонның толқындары арасында тікелей байланыс тапқан жоқ, дегенмен зерттеулер жалғасуда, ал мүмкін сөзі қорқуға себеп береді. Ғалымдардың жүргізген зерттеулері бойынша адам ұялы телефонды қолданғанда оның миы басқаша жұмыс істей бастайды. 1 сағаттық әңгіме нәтижесінде телефон қойылған жақтағы мидың бөлігінде көбірек глюкоз алмасу болады. Бұл зерттеулер де әлі жалғасуда. Мамандар бұл факт адамның денсаулығына қалай әсер ететінін айта алмай отыр. Алайда телефон миымызға әсер етіп, жұмысын өзгертетіні рас. Соңғы жылдары бас аймағында ісіктерге шалдыққандардың саны өскені белгілі. Дәрігерлердің көпшілігі бұны ұялы телефонмен байланыстырады. Ұялы телефонды көбірек қолданған сайын ісік сияқты қауіпті ауруларға тап болу мүмкіндігі өседі. Ғалымдардың телефонды мүлде қауіпті деп, оған тыйым салғанын күтпей-ақ қазірден бастап қорғаныңыз. Заманауи адамға телефоның өте қауіпті десе де, онсыз өмір сүруге келіспеседі. Ұялы телефонды тастауға асықпай, кейбір шараларды қолға алсаңыз, оның жаман әсерінен кішкене болса да сақтана аласыз. Ұялы телефонға құлақшын жалғап, сол арқылы сөйлесіңіз. Телефонды қалтада, белдікте ұстамаңыз. Телефонды қолда ұстап, жастықтың астына салып ұйықтамаңыз. Мүмкіндік болса, қоңырау шалғанның орнына хабарлама жаза салыңыз. Желі ұстамайтын жерлерден қайта-қайта телефон шалуға тырыспаңыз. Бұндай кездері телефон одан бетер көбірек толқындар шығарады. Балалар электромагнитті толқындардың әсерінен көбірек зиян алады. Сондықтан кішкентайларға телефонды бергеннің алдында оны автономиялық режимге қойыңыз. Израиль елінің Реховод қаласында орналасқан Вайзман медициналық ғылыми зерттеу институтының профессоры, қатерлі ісік дертін емдеудің танымал маманы Рони Сейгер мырза ұялы телефонды әр кез қолданған тұста. Бөлінетін электромагниттік өріс барлық тіршілік иелеріне, оның ішінде адам ағзасына аса үлкен зиян тигізетінін дәлелдеп шықты. Бұдан бұрында финляндиялық ғалымдар ұялы телефоннан бөлінетін радиоактивті сәуле адамның жұлын жүйке жүйесі мен мидағы қан тамырларына кері әсер ететіні жайлы мәлімдеген еді. Іле-шала швециялық мамандар да ұялы телефонды үздіксіз 10 жыл қолданған адамның есту қабілеті әдеттегі тұлғалармен салыстырғанда 39% нашарлағанын байқаған. Сол сияқты аустралиялық дәрігер ғалым нерв жүйесі һәм ісік ауруларының білгірі Вин Куран ұялы телефон пайдаланатын 100 адамға физиологиялық тұрғыдан салыстырмалы зерттеу жүргізіп, бақылаудың нәтижесінде бұлардың көбінің ми қабатын ісік шалу зиянын байқаған. Бұл дерт арада 10 жыл өткенде тіпті ұлғайып, өлім қаупін туғызарын анықтаған. Куран мырзаның пайымдауынша, әлем бойынша темекінің салдарынан жылына 5 миллион адам ажал құшатын болса, болашақта ұялы телефон зиянынан өмірден өтетіндер саны бұдан да бірнеше есе көп болары хақ дейді. Жоғарыдағы ғаламдық қауіпті тенденция біздің ел тұрғындарында айналып өтпесі анық. Дәл қазір республика көлемінде телекоммуникацияның дамуына байланысты электромагниттік өрістер жойдасыз өсе түсуде. 1990 жылмен салыстырғанда елімізде, оның ішінде үлкен және моноқалаларда электромагниттік өрістің таралуы ондаған есе өсіп, тіпті ірі қалаларда оның мөлшері қалыпты нормадан 1000 есе артқан көрінеді. Яғни қалыптан тыс көбейген электромагниттік өріс адамның нерв жүйесіне, ішкі ағзаларына, физиологиялық дамуына зиян келтірумен қатар, ескі ауруларын қоздырып, адамның сергек ойлау, жақсы көру, дұрыс есте сақтау қабілетін әлсіретіп, жыныстық ағза және эмбрионның дамып жетілуі мен қызметіне теріс ықпалын тигізеді екен. Әсіресе жүкті әйелдердің электромагниттік өріс аумағында болуы іштегі нәрестені туа бітті кеселге ұрындырары ғылыми тұрғыдан дәлелденіп отыр.
Осыдан бірнеше жыл бұрын екі қабат әйелдердің ұялы телефон пайдалануы оның денсаулығына орасан зиян тигізеді деп иондық емес сәуледен қорғану жөніндегі Ресей ұлттық комитеті де дабыл қаққан болатын. Қазіргі таңда күллі адам баласы, әсіресе жастар күндіз-түні соткаға жабысып бір сәт ажырамайды. Түнімен музыка тыңдайды, бір-бірімен хат хабар алмасады. Ғалымдар ұялы телефонды қуаттандыратын қондырғы. Британдық әлеуметтанушы Энтони Гидденс біздің қоғам нашақорлар мен маскүнемдерден қашады. Бұларды ұнатпайды. Болашақта ұялы телефонның зияны бұл екеуінен де асып түсерін адамзат әлі сезіне алған жоқ десе, айфонның атасы Стив Джобс отбасы мүшелеріне үй ішінде ұялы телефон қолдануға тыйым салып, бос уақыттарын кітап оқуға жұмсайтын қатаң үрдіс қалыптастырғанын мәлімдесе, ежелгі көрші Қытай ағайындарда ұялы телефонның зиянын қара бұқараға ескерту үшін Хэйфэй қаласының орталығына смартфон ұстаған үлкеннен кітап құмар бала артық деген ойды ишара етіп үлкен ескерткіш орнатыпты. Сөз соңында айтарымыз ақын бауырымыз Қуаныш Қолқаев. Басы бозған зияны, талай-талай мықтыны, адам бүгін ұялы телефонның тұтқыны. Құлыпсыз сол түрмеге құмарақ жұрт шетінен. Қонақта да үйді де көз алмаймыз бетінен. Дегендей ұялы телефонның тұтқыны болудан сақтанайық ағайын. Егер ақпарат ұнаса пікір қалдырыңыз, келесі видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліңіз. Сіздермен әлем арнасы.